отырғандай Сұлтан Бейбарыс үлкен магистралды жолымыздың бірі қаламыздағы. Осының бойында көптен бері қала тұрғындарының көтеріп жүрген бірден бір мәселесі осы жол бойындағы қауіпсіздікті сақтау мақсатында осының бойына жаяу жүргінші жолдарын салып беру сұратылған болатын. Енді биылғы жылы жаңа айтып өткен жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында аталған жоба жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі таңда жоба аяқталуға жақын. Өздеріңіз көріп отырғандай жаяу жүргінші жолы бұл тек қана жаяу жүргінші жолы болғанмен бұл тек қана жолдың жиегімен ғана салынып отқан жоқ. Жолдың жиегіндегі, көше жиегіндегі орналасқан автобус аялдамалары және де жаяу жолдың екінші бетіне өтетін жаяу жүргінші жолдарына дейінгі арадағы жолақтардың барлығы салынды. Негізінен аталған бұл жаңағы аялдамаға шығатын көшенің екінші бетіне өтетін жолдар негізі жобада қарастырылмаған. Мердігер мекеме инженерный изыскание жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан қала тұрғындарына қолайлы жағдай жасау мақсатында бұл жолақтардың барлығы салынды. Бұл жерде жалғыз жолақтардан көрі мынау жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да жолда жүруге ыңғайлы етіп пандустарда орналастырылған болатын. Бұдан бөлек аталған бағдарлама аясында 200-дің үстінде қаламызда жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Алдыңғы біршама көшелер бүгінгі таңда аяқталып мемлекеттік қабылдау комиссиясымен қабылданды. Қалған жобалар осы ағымдағы жылдың осы қазан-қараша айларында толық аяқталып пайдалануға берілетін болады. Бұл жол салу деген ең бірінші мысалы сауаптың көпірмен осы жол салу екен. Осы азаматтарға, азаматшаларға осыған қатысқан мыңда бір рахмет. Алла тағала өмір жастарын ұзақ қылсын, бала шағасы аман болсын, өйстіп халыққа қызмет істей берсін. Нұртуған көшесінің тұрғынымын. Мына қалалық акиматқа Нұртуған көшесі тұрғындарының атынан алғысымызды білдіреміз. Мына біздің көшеміздегі асфальт сонау жаңа Совет одағының кезіндегі асфальт еді. Енді мына арызданып едік, арызымызды қараусыз қалдырмай жұмыс жүргізіп жатыр. Жұмыс әрі сапалы, әрі жылдам жүріп жатыр. Соған риза болып отырмыз. Рахмет көптен көп.